Талдықорған жоғары медициналық колледжінің 4-ші курс студенттері диплом алдық, тәжірибемізді Ескелді ауданы ауруханасында өтудеміз. Біз пациенттерді даму медпрограммасы арқылы госпитализациялаймыз. Также мы используем программу КУМЕК. С ее помощью мы отслеживаем точное время прибытия бригады скорой помощи. Ауруханада жүрген күндерімізде біз теориялық білімімізді нақты науқастармен жұмыс істеу арқылы тереңдете түстік. Диагноз қою, ем шаралар жүргізу, медициналық құжаттармен жұмыс істеу сияқты маңызды міндеттермен танысып, мамандардың күнделікті қызметтерінің маңызын терең түсіндік. Әрбір бөлімде бізге бағыт-бағдар беріп, үйретуден жалықпаған жетекші дәрігерлерге, тәжірибелі мейірбикелерге, оқытушыларымызға ерекше алғысымызды білдіреміз. Сіздердің жанашырлықтарыңыз бен кәсібиліктеріңіз біз үшін үлкен үлгі болды. Алдағы уақытта осы алған білім мен тәжірибені халқымыздың денсаулығы жолында адал қызмет етуге қолданамыз деп сенеміз. Тәжірибе өтуге мүмкіншілік берген Талдықорған жоғарғы медициналық колледжіне, кураторымызға, тәжірибе бөлімінің меңгерушісіне және де Ескелді аудандық орталық ауруханасына алғыс білдіреміз.